Абдраш Бидалұлы Назарбеков 1921 жылдың 21 қаңтарында Оңтүстік Қазақстан облысы Бөген ауданы Қараспан кеңшары Ленин бөлімінде дүниеге келген болатын. Ол Қызылорда мемлекеттік педагогикалық университетін қазақ тілі мен әдебиет мамандығы бойынша тәмамдаған, және де ол көп балалы отбасында өскен бала болатын. Оның әскери шені офицер. Және де ол қазіргі таңда Қазақ КСР озық ағартушылардың бірі, сонымен қатар Ұлы Отан соғысының ардагері. Ол 1941 жылы, яғни Ұлы Отан соғысының алғашқы кезеңінде Арыс ауданы Темірлан ауылында Амангелді мектебінде бастапқы сынып оқушыларына қазақ тілі әдебиет пәнінен мұғалім болған. Ол Майдан даласына өзі сұранып, еріктілер қатарында Майдан даласына аттанған болатын. 1943 жылдың 30 шілдесіне дейін 161 гвардиясының атқыштар полкінің взводының командирі болып атқарған. Абдраш Назарбеков үнемі штрафбаттың көшбасында болды. Ол номер 1 және номер 3 екпінді армияда Прибалтика бойынша айыпталғандардың командирі болды. Абдраш Назарбековтың соғысқа дейінгі орта педагогикалық білімі бар еді. Ротаны басқаруға өзі бұрын сотталмаған сол тұстағы билік партиясына отанға адал қызмет еткен барлық арнайы сынақтардан тексеруден өткен білімді азаматтар тағайындалатын. Батыр бабамыз солтүстік батыс командирі болып, өз ісін жоғары атқарған соң және соғыстағы ерліктері үшін Қызыл жұлдыз орденімен наградталған болатын. Ресейдің Молотов қаласындағы 1324 әскери госпиталінде ауыр ота жасалып, Батыр 1945 жылы отанға ауыр жарақат алып қайтқан болатын. Ол 1945 жылы 11 наурызда Арыс қаласындағы Киров атындағы мектеп-интернатында әскери дайындық пәнінен мұғалім болған. Ал 27 қыркүйекте аталған мектеп-интернаттың директор қызметін атқарған. 1944 жылы тек ерекше отанға қызмет еткен тұлғаларға берілетін Александр Невский ордерінің кавалері атанды. Ол халық ағарту ісінің дамуына үлкен үлес қосып және білім саласындағы еңбектері үшін халық КСР озық қызметкері атағын алды. Батырға бейбіт күнде Германияның жеңісі үшін Ұлы Отан соғысының 20 жылдығы, 25 жылдығы, 30 жылдығы және де КСР-ның 60 жылғы қарулы күштері үшін медальдар берілді. Халықтың батыр перзенті Абдраш Бидалұлы Назарбеков 1982 жылдың 2 шілдесінде дүниеден озды. Қазіргі таңда Абдраш Назарбеков атында көшелер, мектеп, сонымен қатар музейлері бар. 2017 жылдың 3 сәуірінде үкіметтің 162 қаулысы бойынша Шымкент қаласындағы номер 87 жалпы орта мектебіне